Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз ерекше тәп-тәтті және жұмсақ болып шығатын сүзбелі печенье пісіреміз. Әдеттегідей жасалу жолы өте оңай және де сіздің көп уақытыңызды алмайды. Видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Керекті тағамдардың құрамын видеоның астына жазып қоямын. Алдымен табамызға сүзбемізді саламыз. Одан соң оның үстіне бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, шанышқының көмегімен осылай жақсылап араластырып аламыз. Массамыз біркелкі болған соң үстіне ұнымызды салып, және де разрыхлителімізді саламыз. Содан соң қолдың көмегімен жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Міне біздің қамырымыз дайын. Оны 5-10 минутқа қойып қоямыз. Одан соң жұмыс орнын алдымен ұнмен сеуіп аламыз. Содан соң қамырымызды тең бөлек екіге бөліп аламыз. Бір бөлігін осылай сопақша етіп жайып, оны жұқалап, оқтаудың көмегімен илеп шығамыз. Осылай жұқа етіп илеп аламыз. Содан соң керек емес қисық жерлерін алып тастаймыз. Одан ары қарай үстіне шекер сеуеміз. Содан соң үстіне орехымызды саламыз. Өзіңіздің қалауыңызша сала беруге болады. Кокосовый стружка немесе корица дәмдеуіштерін де салуға болады. Және де ештеңе салмай-ақ тек шекердің өзімен де жасай беруге болады. Осылай видеода көрсетілгендей етіп, трубочка тәріздес етіп, жинап шығамыз. Қалған қамырдан дәл осылай жасап шығамыз. Дайын болған печеньелерімізді противенге саламыз. Үстіне ештеңе жақпаймыз. Дәл осылай 180 градуста қызып тұрған пешке 20 минутқа салып аламыз. Міне осылай үсті қызару қажет. Осымен біздің печеньеміз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай еш қиыны жоқ, өте оңай. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.